Бүгін мен өзім өскен балалар үйіне келдім. Әлбетте, құр қол емес. Бүгін балаларды қуантамыз. Кішігірім сыйлық береміз және де ауызашар береміз. Атсалысқан баршаларыңызға Алланың нұры жаусын. Кеш аңда қараусыз қалдырмаушы дау баласын жетімнің көзі жас екен одан да жаны ащы екен әкенің озба жүрегі аңсатқан жанды ағарман жас болып аққан жанарда сәбидің бәрі бақытты болуы үшін жаралған жалғанда анадан жақын жан бар ма арманда мекен анасы жанында жүрген жандарда тиктокыңыз бар ма? Иә, тикток бар. Мен тикток түсіремін ғой? Мен сізді танимын ғой, көремін ғой сізді. Көремін ғой. Көресің ба? Иә. Атың кім сен? Аяна. Аяна? Иә. Молодец. Вай, Аяна, сен телефоның ба? Иә. Молодец. Тиктокты ашсы? Аш тиктокты. Wi-Fi жоқ па? Wi-Fi жоқ па? Сабаққа барасың ба? Иә. Молодец. Қанша оқисың? 2. 2-ші класс. Жаңа адамдарға көмектесіп жүрген ағай. Иә. Сіздің тиктогыңызды білемін ғой, сіз күніге адамдарға көмектесесіз. Молодец. Үлкен болғанда сен де сондай боласың ба? Боласың ба? Көмектесесің ба? Молодец, красавица. 4-тесің ба? Молодец. Білесің ба, не ол мынау? Не ол мынау? Ақша ма? О, красавчик. Перзентті тастаман сыртқа аналар. Аңсатқан жанды Біздің асханамыз нақты мама мен бабуля тамақтар жасайды, тәтті нәрселер жасайды. Апшилерім көмектеседі мамаға. Нақты біз кино, мультик көреміз. Ағаларым паштесін ойнайды. Орыс мектеппен қазақ мектебі бар. 1-ші сыныпта оқимын. Болашақта сен кім боласың? Мен болашақта дәрігер болам. Ауырып жатқандардың бәрін емдеймін. Біз өзіміз киімдер жинаймыз, өзіміз уборка жасай аламыз, өзіміз сабақ оқи аламыз. Бұл где-то бір 6-шы сыныптағы біз ашық тәрбие сағатын өткен кезде осы сурет бойынша осы суретті қорғаған едім. Таныстырып, иә. бақыттың білмей бағасын адасты мекен анасы аң екеш аңда қараусыз қалдырмаушы дау баласын жетімнің көзі жас екен одан да жаны ащы екен әкенің озба жүрегі
Атың кім? Рахат. Рахат па? Ой, молодец. Жасың қаншада? 3-те ма? Молодец. Мен 5-ке толғанса 6-ға толам. 5-ке толған соң 6-ға толасың ба? Ой, красавчик. Мектепке барасың ба? Барғың келе ма? Сайтикке барам, бірақ мен. Садикке барасың ба? Молодец. Ой, жөтел қапсың? Ол алчемен машинада сындырып тұтады ғой. Машинаң сындырып тастадың ма? Үлкен. Біреу айдайды, біреу моторы қосады, бүйтіп айдайды. Алтын айдайды. Машина әперейін ба? Әперейін ба? Алла қаласа қазір 1 саатта машинаңы әкеп берем, мақма? Ейсен. Шаматаға? Молодец. Өз қақсың ғой, қаншаға келдің? 7-ге. 7-ге? Молодец. Қарнасты. Ау? Қарнасты. Қарың ашты ма? Қазір тамақ піссін, сосын, е? Қара, ағалар палау пісіріп жатыр. Палау піссін, сосын жейсін, е? Молодец. Шаш болып аққан жаланда, сәбидің бәрі бақытты болу үшін жаралған. Күнәсіз туған балалар, оларда қандай шара бар? Өзінен шыққан перзентті. Аңсатқан жанды қарман, жас болып. Мына сенікі енді. Машина. Ұнады ма? Әдем ма? Сенікі енді. Қара? Бәрі шапалақ ұрып жатыр. Красавчик. Айдап кете бер ба. Саған бола ма? Сен. Ау? Алып кете. Я, бара бер. Қалай алып кетем? Достар, міндетті түрде маған тіркеліп қойыңыздар, және төменде Каспий Голдтың номері бар. Алла қаласа біз Төле би балалар үйіне барамыз ба деген сондай шешім қабылдадық. 3 немесе одан көп балалар үйіне барып, ауызашар беріп, ол жақтағы балаларды кішкентай сыйлық болсын, әперіп, қуансақ деген ниет қой. Оразаларыңыз қабыл болсын, аман болыңыздар.